Менің әжем бәліш пісіргенді өте қатты ұнатады. Тіпті оның хоббиі десе де болады. Бәліштің бетіне құлпынай, ананас қосады. Мен әжемнің бәлішіне бір жеп көргеннен қатты ғашық болдым. Және мені ата-анам садиктен алып келген кезде әжемнің пирогы үнемі дайын болатындығын. Біз әжеміздің бәлішін қызықты әңгімелер айтып, сүйсіне жейтінбіз. Бір күні мені анашым садиктен алып қайтып бара жатқан кезінде анашымның түрі біртүрлі болды. Және де мен үйге келгенімде дастарханда ешқандай бәліш болмаған еді. Мен кенет асханадан бір дауысты естідім. Таныс дауыс. Асханаға барған кезімде әжем маған бәлішін дайындап қойған екен. Бірақ бір түрлісі оның үстінде ешқандай құлпынайда, ешқандай ананас та болмаған еді. Маған бәрібір болды, өйткені әжемнің пирогы мен үшін өте қымбат еді. Әжем маған бәліштің бір бөлігін берді, бірақ бәліштің ішінен тырнақ секілді нәрсені көрдім. Мен бұл оқиғаны көріп, тоқтаусыз жылай бастадым. Анам келді де мән-жайды сұрастыра бастады. Мен тек тоқтамай әжемнің пирогы деген сөзді қайта-қайта айта бердім. Сөйтсе, менің әжем 3 күн бұрын дүниеден өткен екен. Ал жаңағы көргенім не болған сонда?